Сәлеметсіздер. Қалдақаны папакты жұмыс істеймін. Сіздерді түсіремін. Сіздердің қарсы болғандарыңызға қарамай түсіремін. Менің сөзім бәрі дәлелді болу үшін сіздерді суретке түсіремін. Мынандай хат жазғанбыз. Депутат маслихаты города Алматы партиясы встреча организацияларымен халықпен аренаның төмен жағында. Далада встреча организация. Соған осыны письманы 3 жерге бердік. Депутат маслихаты нелері бар, бәрі бар. И бізге мен енді қазір разбираться 17 апрельде тәтім 17 апрельде бергенбіз. Бүгін 19-ы. Ответ келу керек, 15 күн ішінде любой ответ келу керек. Енді сіз маған до конца. Сізге енді мен разбираться етіп бардым, тұрғын үйге бардым, анда бардым. Где Василий? Там банкрот дейді. Мен айттым, есің дұрыс па дедім. Тұрғын үйде атын бәрі менде жазылған. Қалай, мен наличкамен ақша беріп отырып, төлеп отырмын. Банкрот қалай? Қалай? Сен үйлердің бәрін бұзып, салып, түгел бірдеңе жасадың ба? Сен не айттың деп үндемей қалдың. Соған ответ қайда десең, тұрғын үйге бардыңыз. Тұрғын үйге бардыңыз. 5-ші этаждағы атын... Тұрғын үй емес, департамент жильяға бардыңыз. Департамент жилья. Тұрғын үй бөлек қой. Жауап беріп отыр ғой ол сізге. Оны табам, соңғы мен айттым, ана Ешжанова қайда отыр? Виконгруп, не Виконгруп, Василий қайда отыр? Айтшы бізге отчет беру керек десең, олар отчет бере алмайды, банкрот дейді. Банкрот, ТО, завод, фабрика, ана болса, мына болса, ладно, банкрот. Ну, КСК-да банкрот болды деген, ол миға қонбайтын шаруа ғой. Бізде былай осы 2 жыл бұрын ғой, 23-те Короче, ладно, бәрі маған много объяснить не надо, мынанда хат... Сұрақпен келіп отырсыз, мен соны түсіндіріп отырмын. Жоқ, мынандай хат алдыңыздар ма, ол менің сұрағым. Жоқ, вот именно сіз WhatsApp-қа жаздыңыз ғой. Мен сізге айттым, входящийіңізбен көрсетіңіз, жауап берем дедім ғой. Жаңа енді бізге, міне, сіз копиясын... Жүріңіз, анда қыздарға апарың, тіркелсін. Тіркеліңіз, Сіз енді аты жөніңізді айта кетсеңіз, мен сіздің аты жөніңіз. Сіз неше көрдіңіз ғой мені. Мені көрген, мені... Айдос, Виконгруптың директорымын мен. Құдайбергенов? Құдайбергенов Айдос, Виконгруптың несі. Неше рет болғанда бір рет көрдім, по-моему, бір рет қана көрдім. 2 ретте көрдік, жиналыста да көрдім мен сізден өткенде әкімнің отчетын жиналысында зерденікінде де, бірақ ана немеде басқа сөйлеп екен ғой. Сіз 144 кісі ғой. Иә. Жаттап алдыңыз. Мен сізді әлі жаттаған жоқ, жаттайын онда бүгінде бастап. Сен құлап жатқанын білді көрдіңдер ме? Білем ғой енді. Сіз одан кейін Рүстем аға былай істейікші, сізде бар ғой, анау чатымызда келеді, жазғаныңызда заблуждение неге жібересіз? Мен инженер, сіз қайдағы инженер? Сізде КСК-ның мемлесіз, өзіңізде КСК-ңыз бар. Мен бәлем байжы строительный инженер болған дейді. Қай үйді салдыңыз? Сонда қазір жет көрсетіңіз. Мен любой үйді. Жоқ, мысалға деймін да, жоқ, сіз аны жазасыз, халық заблуждение жібере бересіз. Мен инженер, строитель, главный механик, главный энергетиком закончил. Жоқ, Я как начну, любой стройка мысалы жұмыс қалған данан бізде ол өзінің жұмысын жақсы білетін болғандықтан. Бұл жерде руководитель, жаңа начальник участка, білетін жұмыс как раз мына кісілердің үйі, 44-ші үй, оказывается, соның дананың